Ассалаумағалейкум қазақ елі, біз негізі қазақ өте намысшыл халықпыз ғой. Мен кеше Алматы жақта болдым да, сол кезде бүкіл складта, бүкіл сауда саттықпен айналысып жатқандар Қытайларда, бірақ бүкілінің жаңағы ташкі итеріп жүргені қазақтың жігіттері да. Енді мен сол жерді видеоға түсіріп, сол жерден бір сұхбат алайын деп, біз негізі намысшыл халықпыз ғой. Жігіттердің сағын сындырмай-ақ қояйын дедім да. Бірақ ағайындарда біз неге жоқпыз саудада? Мен Қытайларды жаңағы доңған бауырларымыз, қырғыз бауырларымыз істеп жатыр. Мен пәлен түген демеймін. Бірақ ұйықтап жүрген біз өзіміз да, оған ешкім кінәлі емес. Кешеңді сыйлайын, тойға жатып ағамыз, аптасында 4 мәрте тойға бару деген не деген сұмдық? Мынау тойхана сауатқан кәсіпкер ағаларымыз, бауырларымыз, сендер де қазақсыңдар ғой. Шешеңді сыйлайын, той дегенді тоқтатыпшы. Кәсіппен айналысатын кез келді. Сол бір тойхана салудың орнында сіз кішкене бір завод сасаңызшы. Адамдар сол жерге жұмысқа алсаңызшы. Тек оны жын ойнақ ішу, әкеңнің ал бір-бірінің қатынымен зина жасау, ертең соның ақыры жақсылыққа апармайды. Елімізді көгертетін нәрсе ол нәрселер емес қой. Күйіп кетесің ғой, шешеңді сыйлай. Ағайындар, мен Қытайда болдым. Қытайлардың сауда саттық қалай жасайтынын көрдім. Олар битеп, иіліпші, мына өзбек ағайындардан да озады. Ертең мына ашылды ғой граница. Қытайлар кесе шешеңе рахмет, сауда саттықпен бізді жаулап алады кәдімгідей бар ғой. Үстіп дәл ұйықтап жүрсек, мына кең байтақ жеріміздің бәрі завод болып шешеңді сол жерде шешеңе рахмет құлғылат бәрімізді. Бізге ол керек емес, мысалы. Сол үшін басты көтеріп, есті жинап, тойхана сала бермей, тойға бара бермей шешеңе рахмет. Кәсіпке кету керек, көшу керек біз. Ауызбіршілікті арттыру керек, шешеңе рахмет. Шашырап жүрміз бәріміз жан жақта. Біреу бірдеңе деп жатса, о шешең, мен ондаймын, мен мұндаймын. Соғыр көкіректік, шешеңе рахмет. Жалғыздың қолынан ештеңе келмейді. Бірігу керек біз бәріміз. Ұруға, жүзге, мен пәленнің ұрпағымын, түгеннің ұрпағымын. Қолыңнан боқта келмейді, шешеңе рахмет. Қайтеміз ол ұрпағы болған. Бәріміз бір қазақ атаның баласымыз негізі. Айналып келгенде бол. Бөлінгенге құмармыз, шешеңе рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аллах тағалам ауызбіршілігімізді оятып, мына егемен елімізді мықты қылып көтеруді иншалла нәсіп етсін. Ассаламағалейкум.